Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, небәрі 20 минутта дайын болатын чечевицадан сорпа дайындайтын боламыз. Сондықтан каналыма тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде төмендегі подписация батырмасын баса кетіңіздер. Ең алдымен көкөністерді дайындаймыз. Бізге картоп, сәбіз және пияз қажет болады. Барлығын сақтап майдалап турап аламыз. Одан соң кастрөліңізге сливочный майды салып, жақсылап ергенін күтетін боласыз. Осылай араластыруды ұмытпаңыз. Сливочный майдың орнына оливковый май немесе қарапайым сұйық майды қолдана берсеңіз болады. Сливочный майды бірақ кеңес беремін, өйткені сорпаңыздың дәмі ерекше дәмді болады. Барлығы еріп болғаннан соң көкөністеріңізді салып, жарты минут көлемінде қуырып алыңыздар. Қанша не керектігі жөнінде барлық мағлұматты видеоның астына жаза кететін боламын. Сондықтан кіріп қараңыздар. Араластырып тұруды ұмытпаңыз, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Жарты минут өткеннен соң үстіне 1,5 литр су құйып, қайнағанын күтетін боласыз. Суыңыз қайнағаннан соң қақпағын ашып, бір ас қасықпен томат пастасын салып, артынан чечевицаңызды салып, чечевицаны жуып саламыз әрине. Чечевицаңызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 15 минут көлемде пісіріп аламыз. 15 минут өтті-ау дегеннен кейін ашып қақпағын қайтадан дәміне қарай тұзын, бұрышын, және де мен тәтті қызыл бұрыш салдым. Өзіңіздің ұнататын дәмдеуіштеріңізді салсаңыз болады. Барлығын салып болғаннан соң блендердің көмегімен қою, қоймалжың консистенция жасау үшін барлығын езіп, араластырып шығамыз. Блендеріңіз болмаса, мен тәрізді миксер ала берсеңіз болады. Мінекей бізде осындай өте әдемі, ең бастысы дәмді, және де небәрі 20 минутта чечевицадан сорпа дайын болды.